Баршаңызға сәлем, мен есімім Қуандық Шалқарұлы, жасым 30-да, Шығыс Қазақстан облысы Жарым ауданынан келдім. 2013-2015 жылдар аралығында мен Voice KZ квартетінде өнер көрсеттім. Үлкен халықаралық байқауларға қатыстық, жүлделі орындар алдық. Voice KZ квартетінен маған контракт ұсынылды. Контракттың талабы бойынша отбасы құруға болмайды ол жерде. Менде таңдау болды, өнер жолын таңдау, немесе сүйген жарыма қосылу. Таңдау барысында маған өте қиынға соқты. Дегенмен де мен өнерді тастап, махаббатты таңдадым және өзімнің отбасымды құруды шештім. Отбасыны құрғаннан кейін материалдық жағынан қиын болды. Жалғыз өзіме ғана жауапты емес екендігін түсіндім. Отбасыны асырау мақсатында мен көптеген өзіме ұнамайтын жұмыстар болса да, мен нан табу үшін, отбасымды асырау үшін таксида болдым, курьерда болдым, мотористта болдым. Бірақ көшеде қиялданып айғайлап өлең айтып, қайтадан қайтып келгім келетіндей сондай сезім ішінде жүрді. Балалардың жеңісін көрдім, балалардың өнерге деген махаббатын сезімін көрдім. Мен де өзімдегі бала кездегі өнерге деген махаббат, іштегі арман, қиял барлығы оянды. Қымбатты көрермен, бізде тосын сый, өзімде таңғалып тұрмын. Қазақстан дауысы балалар жобасының кішкентай жұлдыздары бүгін бізбен бірге. Қалғалай? Жақсы. Ал, не істеп жүрміз? Ондық ағай бізді Қазақстан дауысы балалардың тікелей эфирінде бэк-вокалында отырып қолдады. Ал енді біз ағайды жобада қолдауға келдік. Ол білет қой сіздердің осында екендер? Біле ма? Жоқ. Білмейді ма? Тосын сый ма? Әке өтеді! Маржан, баритон. Менің махаббатым әлі де жанып өшпеген. Менің махаббатым бірден оянды пердеден. Менің махаббатым өзіңдей жанды іздеген. Сені менді кетпесем, өз-өзімді жетпедем. Тура, қап-қарашқа. Ойымдасың әрдайым, қасымда тұрғандайым, жұлдыздардан не қылайын. Жүрек сені көрген сайын, жарып шығуға да дайын. Оны қалай жасырайын? Тамсанам жымиған жүзіңе, сиқыр бар арбайтын күлкіңде. Тамсанам жымиған жүзіңе, сиқыр бар күлкіңде. Менің махаббатым әлі де жанып өшпеген. Менің махаббатым бірден оянды пердеден. Менің махаббатым өзіңдей жанды іздеген. Сені менді кетпесем, өз-өзімді жетпедем. Менің махаббатым
жетпесем өз өзімді жеп бітем. Браво! Қайырлы кеш. Түрім басқаша елестететін. Қымбатты тәлімгерлер, көп рахмет бұрылмағандарыңызға. Көп рахмет. Біз сені ойладық қой, Жанар. Барлықтарыңызға сәлем. Есім Қуандық Шалқарұлы. Қуандық. Жасым 30-да, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы Шар қаласынан келдім. Ой, ой. Шар, Семей. Жасымыз да, атымыз да бірдей екен. Қуандық, бірақ та менің әкемнің аты да Қуандық. Қандай күшті сәйкестік. Анаңның аты кім? Маржан. Мынандай айттың, бүйтіп айттың деп айтатын ештеңе жоқ. Барлық тамаша, тек менің командамда ұл балалар өте көп. Және де Жанарханның да тобында адам өте аз. Оның үстіне бұл кісі өзі тембрі әдемі. Мен одан бұрылып жатқан жоқпын. Тембрі әдемі бір ұл бала іздеп отырған болатын бағанадан бері. Сол себепті де өте тамаша үйлесім деп ойлаймын өз басым. Қуандық өнерге енді қадам басып жатқан адам емес. Топтарының аты қандай еді? Осыдан 8 жыл бұрын Voice KZ деген квартетте өнер көрсеттім. Әміре 8 деген жылдық әншіміз. үзілістен кейін енді микрофон қолыма алып жатырмын. Ернар Садырбаев, Әміре, барлығы бір топта. Қаншама гастрольге бірге шықтық. Бірден таныдым, бұрылғаннан кейін әрине сен екенін білген жоқпын. Сенің дауысыңның қандай екенін мен есімде жоқ шыны керек, иә. Менің бұрылған себебім мен саған сендім. Енді тосын сыйымызды паш ететін уақыт келген сияқты қыздар, ағайымызды қуантамыз ба? Иә. Қолда өте маңызды. Ал, кеттік. Мау. Бұл қыздар кімдер екен? Бұл біздің Қуандық сенің Қазақстанда жанкүйерлерің ғой. Иә, біздің қатысушыларымыз ғой. Кісілер өнер көрсеткен кезде мен бэк-вокалда отырған болдым осы жерде. Бұл кісілер бүгін маған жанкүйер болып келіп жатыр. Раина мен Жасмина. Жасмина. Қуандық ағай өте күшті айтты. Келісемін сендермен. Жанар апай, сізге үлкен рахмет қарағаныңызға. Ой, рахмет сендерге. Рахмет. Жасмина менің тобымда болған. Өте талантты. Әлемнің тобында финалға дейін барды. Енді 3-ші рет келсең, нағыз жеңімпаз боласың, Жасмина. Қазақтың сахнасында Қуандық деген есім өте аз. Соны тағы да толтырып жатқаныңа мен өте қуаныштымын бауыр. Бәрекелді. Иә. Керемет. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің өнерлеріңізбен мен өте қатты таныспын, жақынмын. Барлықтарыңызды құрметтеймін, бағалаймын. Жанар ханым, сізге ерекше рахмет. Маған сенгеніңіз үшін Ой, бәрекелді. алғысым шексіз. Браво. Қандай сүйкімді балалар. Қошеметпен шығарып салайық. Қошемет. Әкем, мен сені қолдауға келдім. Әкем, мен сені қолдауға келдім. Бұл Қазақстан дауысы арманыңа, самға, іске сәт. Екінші кезеңде көріскенше. Келеміз ғой. Әкені қолдаймыз ба?